Сәлем достар, бірге дәмдәлем арнасына қош келдіңіз. Бүгін бірге мен үшін ерекше торт, Наполеон тортын әзірлейік. Қажет заттарды міндетті түрде төменге жазып қоямын. Ал енді іске кірісейік. Ең алдымен шұңғыл ыдысқа сары майды ұнға аунатып отырып үккіштен өткіземіз. Бұл жерде ескеретін нәрсе, сары май міндетті түрде морозильниктен шыққан салқын болуы қажет. Және де қажетті құрамдардың бәрі салқын болғаны дұрыс. Осылай ұнға ауната отырып, бәрін үккіштен өткізіп аламыз. Енді қолдың көмегімен сары маймен ұнды біркелкі болғанша түйіршік жасап шығамыз. Сары май еріп кетпеуі қажет, сондықтан тез-тез жұмыс жасаймыз. Көп араластырудың қажеті жоқ. Үстіне сүтті, шым-шым тұзды, жұмыртқаны және де қаймақты салып, қамыр илейміз. Қолдың жылуымен майды ерітіп алмау үшін қамырды тез-тез илейміз. Және де міндетті түрде сүт, қаймақ, жұмыртқа барлығы холодильниктен шыққан салқын болуы қажет. Сонда бізде үгітілмелі қамыр әдемі болып шығады. Біркелкі болғанша илеп аламыз. Енді осы қамырды алып, кішкене ұн сеуіп, бөліктерге бөлеміз. 12 немесе 13 бөлік шығады. Теңдей 12 немесе 13 бөлікке бөліп, домалақтап шығамыз. Бетін жауып, 1 сағатқа холодильникке қойып қоямыз. Оған дейін қайнатпалы крем дайындап аламыз. Ол үшін кастрюльге ұн, қант, жұмыртқаны салып, жақсылап біркелкі масса болғанша араластырамыз. Үстіне сүтті құйып араластырамыз. Орташа отқа қойып, үздіксіз араластырып отырамыз. Крем қоюланып қайнағанша араластырып отырамыз. Қайнап бастағанда оттан өшіреміз, тез суысын деп бөлек ыдысқа құйып қоямыз. Бетін салафанмен жауып, толық суығанша қойып қоямыз. Холодильниктегі қамырды алып, ұнға аунатып, жайып аламыз. Диаметрі 25 см болатын тарелканың көмегімен артық жандарын кесеміз, шанышқымен тесіп, қызып тұрған пеште пісіріп аламыз. 210 градуста 5-6 минут қызарғанша ұстаймыз. Дәл осылай қайталай отырып, барлық бөліктерін пісіріп аламыз. Егер диаметрін 20 см етіп жасағыңыз келсе, осы құрамды 2 есе азайтып жасауға болады. Бәрін пісіріп аламыз, артық жандарын әстемдеуге қалдырамыз. Ал енді тортты жинайық. Әрбір қатарға 4-5 қасықтан крем салып, бір тегіс етіп жағып шығып, тортты жинаймыз. Осы кремге 200 грамм сары майды қосып, миксермен араластырып дайындауға да болады. Бірақ мен сары майды қоспаймын. Кремді барлық жеріне бір тегіс етіп жағып шығып, тортымызды жинаймыз. Қалған кремді жандарына жағып шығамыз. Әсемдеу үшін алып қалған артық жандарын және де бір коржды салып, үстін оқтаумен сәл-сәл ғана басып, ұсақтап аламыз. Қатты ұсақ болып кетпеуі қажет. Ірі болып тұрса, торт әдемі көрінетін болады. Бетіне және де жандарына сеуіп шығамыз.
Торт осымен дайын, әсемдеуі өзіміздің қалауымызша. Түрлі жемістермен сәндеп шығуға болады. Жасап көруге кеңес беремін. Ас болсын. Менімен бірге болғандарыңызға рахмет.